Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әнші құм. Сабақтың мақсаты: тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау, мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау. Сабаққа керекті құрал жабдықтарымыз түгел болса, сабағымызды бастаймыз. 107-ші беттегі бірінші тапсырмаға қараймыз. Суретке қарап, табиғат құбылыстарын ата. Табиғат құбылыстарының қоршаған ортаға әсері қандай? Өз ойыңды айт. Мысалы, жел қатты соқса, құм дыбыс шығарады. Олай болса, балалар, ары қарай. Жаңбырдан кейін кемпір қосақ шығады. Қатты жел соғып, жаңбыр жауды. Найзағай ойнап, нөсер жауды. Күн бұлттанып, қар жауды. Қалың қар жауып, төбе болды. Жел болып, бұлттар көшті. Жаңа сөздермен жұмыс. Төбе, холм, желсіз, безветренный, жаңбырлы, дождливый. Келесі бет. 108-ші беттегі мәтінді оқимыз. Әнші құм жетісу жеріндегі үлкен қалқан, кіші қалқан тауларының арасында жатыр. Құмды төбенің биіктігі 150 метр, ұзындығы 8, ені 3 шақырым. Оның әнші құм аталуының өз сыры бар. Жел соққан кезде ұсақ құм төмен қарай жылжиды. Осы кезде сырнайдың дауысына ұқсас әп-әдемі әуен құлаққа естіледі. Ал жел қатты соқса, әлгі әдемі үн реактивті ұшақтың дауысына ұқсайды. Жел соққан сайын құм түрін өзгертіп отырады. Жібек жолының бойында орналасқан әнші құмның дауысын есту үшін жолаушылар алыс-алыс жерлерден әдейі келеді. Әнші құм табиғат ескерткіші ретінде мемлекет қамқорлығына алынған. Ол Алтын Емел ұлттық табиғи саябағының құрамына кіреді. Оқып болсақ, балалар, 3-ші тапсырманы қараймыз. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. Әнші құм қайда орналасқан? Құмды төбенің биіктігі, ұзындығы, ені қандай? Құм төбе неге әнші құм деп аталған? Оның сыры неде? Әнші құмның дауысын адамдар ненің дауысына ұқсатады? Әнші құм неге түрін өзгертіп отырады? Жауаптарымызды мәтіннен табамыз. Жауапты мәтіннен тауып болсақ, тексереміз. Әнші құм қайда орналасқан? Әнші құм жетісу жеріндегі үлкен қалқан, кіші қалқан тауларының арасында орналасқан. Құмды төбенің биіктігі, ұзындығы, ені қандай? Құмды төбенің биіктігі 150 метр, ұзындығы 8, ені 3 шақырым. Құм төбе неге әнші құм деп аталған? Оның сыры неде? Жел соққан кезде ұсақ құм төмен қарай жылжиды. Осы кезде сырнайдың дауысына ұқсас әп-әдемі әуен құлаққа естіледі. Әнші құмның дауысын адамдар ненің дауысына ұқсатады? Ал жел қатты соқса, әлгі әдемі үн реактивті ұшақтың дауысына ұқсайды. Әнші құм неге түрін өзгертіп отырады? Жел соққан сайын құм түрін өзгертіп отырады. Жауабымызды тексеріп алсақ, келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі бетті ашамыз. Жазылым 4-ші тапсырма. Сөз жұмбақты шеш. Әнші шырқайды. Мұсылман халықтарының ұлттық мейрамы. Таудың ең биік жері. Жануарлардың қорегі. 10 саусақ бағдарламасының кейіпкері. Жаман әдет. Қазақша жыл қайыру. Дәптерлерімізді ашып, бүгінгі күнді жазып, сөз жұмбақтың шешуін жазамыз. Сөз жұмбақтың шешуін тапсақ, тексеріп көрейік. Әнші ән шырқайды. Мұсылман халықтарының ұлттық мейрамы
наурыз. Таудың ең биік жері шың, жануарлардың қорегі өсімдік. 10 саусақ бағдарламасының кейіпкері оймақ, жаман әдет ұрылық, қазақша жыл қайыру мүшелмен. Тексеріп болсақ, қандай сөз шықты балалар? Әнші құм деген төс шыққан екен. Ары қарай, келесі 5-ші тапсырма. Сөйлемдерді аяқтап жаз. Бірінші, құмның әнші құм аталуының өз сыры. Сөйлемді аяқтаймыз. Жел соққан кезде ұсақ құм төмен қарай. Сөйлемді аяқтаймыз. Осы кезде сырнайдың даусына ұқсас әдемі әуен құлаққа. Сөйлемді аяқтаймыз. Жел қатты соқса үн мен реактивті ұшақтың даусына. Жел соққан сайын құм түрін өзгертіп. Тексереміз балалар. Құмның әнші құм аталуының өз сыры бар. Жел соққан кезде ұсақ құм төмен қарай жылжиды. Осы кезде сырнайдың даусына ұсақ әдемі әуен құлаққа естіледі. Жел қатты соқса, ол үн реактивті ұшақтың даусына ұқсайды. Жел соққан сайын құм түрін өзгертіп отырады. Жазып болсақ, тексеріп болсақ, ары қарай үйге тапсырма аламыз. 6-шы тапсырма ребусты шешіп, сол сөздерден сөйлем құрап жазамыз. Кері байланыс. Бүгінгі сабақта мен не үйрендім? Бүгін сабақта не білдім? Мен не білгім келеді? Назарларыңызға рахмет. Сау болыңдар.